Жуырда таксиде келе жатып, әдеттегідей жүргізушімен әңгімелесіп кеттік. Оның аты Сержан екен, өте ақ көңіл адам. Бұның алдында инженер-гидролог болып жұмыс істепті екен. Ол үлкен мақтанышымен, терең білімімен, өз мамандығы туралы, су ресурстарын басқару туралы майын тамызып, әңгімені бастап кетті. Бір уақытта менің сұрақ қоятынымды түсінді ма, білді ма, тоқталып, бір кішігірім өкінішпен, енді түсінесіз ғой, мен өзімнің отбасым бар, мойнында кредиттер бар дегендей, сондықтан өз мамандығымды, гидрология саласын қаншалықты жақсы көрсем де, инженер-гидрологтың жалақысымен алысқа бара алмайсың деп, сондай бір ақталуға тырысты. Енді бұл әрине де бұл оқиға бір адамның ғана бастан өткен жағдай емес, ол біздегі еңбек нарығындағы түйткілді мәселелердің көрінісі деп айтар едім. Менің ойымша осындай отырған әрбір депутат осы сияқты талай бір мысалдарды айтып бере алады. Неге осындай білікті мамандар өз мамандығы бойынша жұмыс істемей жүр? Еңбек нарығындағы дисбаланстың себебі неде? Неге мамандар жеткіліксіз? Тағы бір ақпарат. Біз маман жетіспейді дейміз, бірақ гранттарды игеру кезінде мынандай жайт орын алуда. Мысалы, гидромелиорация мамандығына бөлінген гранттарға бірде-бір адам өтініш бермеген, яғни конкурс 0 адамды құрады. Көлік құрылыстары бойынша бөлінген 300 гранттың тек 29-на адам қабылданды, яғни бір грантқа 0,1 адамнан келіп отыр. Бұл мысалдар кадр тапшылығын күрделі мәселе екенін айқын көрсетеді, яғни проблема тек грант санында, әлде оның дұрыс бөлінбеуінде ғана емес, тіпті оларды дайындайтын колледждер мен университеттердің болмауында немесе оқу сапасында емес екені барлығымызға анық деп ойлаймын. Бүгінгі үкімет сағатында біз осы және басқа да сұрақтардың жауабын табуға тырысамыз. Құрметті әріптестер, 2008 жылдан бастап жұмыспен қамтудың 5 бағдарламасы қабылданды, яғни әр 2 жыл сайын жаңа бағдарлама қабылданып отырған. Олар қандай нәтиже берді? Егер жұмыспен қамту шараларын негізгі құралдары мен әдістері арқылы талдайтын болсақ, онда олар осы жылдар бойы концептуал түрде айтарлықтар өзгермеген және негізінен уақытша сипатта болғанын байқаймыз. Баяғы жартас, сол жартас, біз әлі күнге дейін көбінесе тізесі шыққан шараларды қолданудамыз. Жаңа жүйелі шаралар аз, сол баяғы уақытша жұмыс орындарын құру, оқыту және қайта оқыту, шағын несие беру, тағы да басқалар. Ал жергілікті деңгейде бұл шаралар қоғамдық жұмыстарға тартудан, әлеуметтік жұмыс орындарын ұсынудан және жастар практикасынан аса алмай отыр. Осы шаралардың қаншалықты тиімді екенін де зерттеп жатқан ешкім жоқ. Енді мына цифраны қарасақ, үкіметтің есебіне сәйкес жыл сайын шамамен 900 мың адам жұмысқа орналасады екен. Сонда жыл сайын миллионға жуық адам жұмысқа орналасса, жұмыссыздық деңгейі неге өзгеріссіз қалып отыр деген сұрақ барлығымызды мазалайды. Мынандай темппен жұмыссыздықпен өзін-өзін жұмыспен қамту мәселесі әлде қайда шешілу керек еді қайда. Ең қызығы, соңғы 10 жылда жұмыссыздық 4,5-4,7 деңгейінде өзгермей тұр. Жұмысқа орналастыру статистикамен таныссаң, тіпті арифметика заңдарына күмәндана бастайсың. Өздеріңіз ойланып көріңіздерші, 2023 жылдың қорытындысы бойынша 963 мың адам жұмысқа орналастырылған екен, ал бірақ жұмыссыздардың саны небәрі 445 мыңнан аспайды. Сонда жұмысқа мұқтаж адамдардың санынан 2 есе көп адам жұмысқа орналастырылды деген сөз ба? Сұрақ әрине өте көп.